today. Let's continue our lesson. Today we'll speak about the negative form of the verb to be. Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Біздер бүгін сабағын жалғастырамыз. Яғни to be етістігінің кері формасымен танысамыз, болымсыз сөйлемдермен. Бүгінгі сабағымызда jobs мамандықтармен танысамыз және тәуелді есімдіктерін қарастырамыз. First of all, let's revise the vocabulary from the previous lesson. Алдымен өткен сабақтағы сөздікті бір қайталап өтейік. Отбасы мүшелерімен таныстық. Олар бізде family members. Олар father, mother, grandma, grandpa, parents, brother, sister. Және де сын есімдер бізде happy, sad, good, bad, nervous. Және де азғантай зат есімдер friend, a boy, a girl. Жақсы, енді сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі сабақ мамандықтар. Мамандықтарды ағылшынша jobs деп айтамыз. Jobs. Мұғалім мамандығы a teacher. Дәрігер мамандығы a doctor. Жүргізуші a driver. Оқушы a pupil. Мейірбике a nurse. Тәртіп сақшысы a policeman. Аспаз a cook. Өрт сөндіруші a fireman. Тағы да бір қайталап өтейік. A teacher, a doctor, a driver, a pupil, a nurse, a policeman, a cook, a fireman. Енді оқушылар негізі грамматикалық бөлімге көшейік. Біздер өткен сабақта to be етістігінің болымды түрін қарастырғанбыз. Енді бүгін кері форма, яғни negative form. Кері форма жасау ешқандай қиын емес. Манағы to be тура сөйлемнің қасына, to be етістігінің қасына not қосамыз. M-ның қасына not, is-дің қасына not, A-ның қосына notты қосамыз. Сонда бізде осындай болып шығады. Болымды сөйлемдердің несі бағаны, мына жаққа болымсыз сөйлемдер. Мысалы, I am not, қысқаша I'm not, you are not, you aren't, he is not, he isn't, she is not, she isn't, it is not, it isn't болады. Көпше формада we are not, we aren't, you are not, you aren't, they are not, they aren't болады. Осы орайда, құрметті оқушылар, біздер тәуелді есімдіктерінде қарастырамыз. Possessive adjectives. Зат есімде тәуелді есімдіктері бар. Ол меншіктеу өзіне менің, сенің, оның, оны жақсы білеміз, иә? Мысалы, subject pronoun бізде жүктеу есімдігі I болса, тәуелді есімдігі my болады. I, my, менің деген. Сен, you, сенің, сіздің, сендердің, сіздердің yo болады. Барлығына бір yo жүреді. Ұл балаға ол he болса, оның his деп айтамыз. Қыз балаға she деп айтсақ, оның дегенде hyoны пайдаланамыз. It жансыз немесе жануарларға, жансыз заттарға немесе жануарларға қолданғанда, оның деген кезде its деп айтамыз. Біздің we біздің деп айту үшін our болып өзгереді. They болады, олардың. Тәуелді есімдіктерінен кейін міндетті түрде зат есім жүреді. Мысалы, my book, my sister, my mother деген сияқты. Тәуелді есімдіктерінен кейін бірақта ешқандай артикль қолданылмайды. Екі ортаға, мысалы, examples my book, жерге ешқандай да артикль n, z қойылмайды. Сенің кітабың your book. His sister, оның қарындасы немесе апасы. Her mother, оның анасы. Мысалы, мысықтың немесе иттің бір жануардың құйрығы деп айтсақ, its tail деп айтамыз. Бұл жерде апостроф қойылмайды, бұл it is емес, бұл its деген мына оның деген сөз. Оның құйрығы. Our school, біздің мектебіміз. Their dogs, олардың иттері. Енді мысалдар көрейік. Мысалы, кері сөйлем айту үшін міне айттық, m-нан кейін not қоямыз. A doctor, мысалы, мен дәрігер емеспін. I'm not a doctor. Сен дәрігер емессің. You are not a doctor. Ол дәрігер емес. He's not a doctor. She's not a doctor. It is not a cat. Мысалы, ол мысық емес. Біздер дәрігерлер емеспіз. We are not doctors. You are not doctors. They are not doctors болады. Немесе мынандай қысқартып жазған мысалын көрейік. Мысалы, мен жүргізуші емеспін. I'm not a driver. You aren't a driver. He isn't a driver. She isn't a driver. It isn't bad. Жаман емес.
We aren't drivers. You aren't drivers. They aren't drivers. Және де айта кететін жағдай, жаңа тәуелді өсімдіктерін не үшін қарастырдық? Әрдайым да мына басындағы subject pronoun бастауыш бізде жүктеу өсімдіктерінен келе бермейді. Мысалы, my mother деп келуі мүмкін, ол she-дің орнына жүреді. Мысалы, she бізде қыздар, менің анам кім? Әйел адам болғандықтан my mother is a teacher. Немесе he-дің орнына my father жүруі мүмкін. My father is a pilot. Мына жерде тағы да she-дің орнына my sister is a nurse деп келуі мүмкін сөйлемдерде. Мына жерде he-дің орнына your brother is not a doctor деп. Немесе адамдардың аттарымен келуі мүмкін. Мысалы, Сәуле әнді Айжан. Кімдер олар? Екі адам болғандықтан олардың орнында жүріп тұр. They are friends болады. Мына жерде I әнді Айжан болса, мен және Айжан болғандықтан екі адам біз боламыз, оны біздің орнына қолданып тұр. Сондықтан көпше форма I and Айжан are happy болады. Немесе жасымызды айтқан кезде біздер өткен алдыңғы сабақтарда жасымызды айта аламыз. Мысалы, менің жасым 10-да деп айттық, I am 10. Менің жасым бірақ 11-де емес деп айту үшін I am not 11. You are not 11. He is not 11. Кез келген санды қойып, сөйлем құрай берсек болады. She is not 11. Немесе жанды заттарға ол it емес. It is not dog. We are not 11. You are not 11. They are not 11. Немесе біз қай жақтан екенімізді айта аламыз. Мысалы, I am from Kazakhstan. Егер мен Қытайдан емеспін болсам, I am not from China. Сен Қытайдан емессің. You aren't from China. He isn't from China. She isn't from China. It isn't from China. We aren't from China. You aren't from China. They aren't from China болады. Оқушылар, біздің негізгі грамматикалық бөліміміз аяқталды. Енді осыған тапсырмалар бөліміне көшейік. Task 1. Rewrite in the negative form. Значит, тура формада сөйлемдер берілген. I am a nurse. Мысалы, мен медбикемін. Мен медбике емеспін деп айту үшін I am not a nurse деп кері формаға айналдырамыз. Осылайша барлық сөйлемдерді оқып, мұқият орындаңыздар. Келесі тапсырма. Read the text. Write yes or no. Сөйлем, мына жерде текст берілген, текстті оқимыз және сол текстке қатысты сөйлемдер берілген. Мысалы, my name is Millie. Менің атым Millie. I'm 7. Менің жасым 7-де. This is my family. Мынау менің отбасым. Өстіп отбасының әкесін, анасын, атасын, ағасын таныстырады. Ең соңында we are a happy family деп аяқтайды. Енді мына жерде сөйлемдер берілген. Мысалы, Millie is 9. Millie'дің жасы 9-да. Текст бойынша егер сәйкес келсе, сөйлем yes деп жазамыз, сәйкес келмесе no дейміз. Мына жерде Millie'дің жасы 7-де. Сәйкес келмейді, сондықтан no деп жазамыз. Осылайша қалған 4 сөйлемді өздеріңіз орындаңыздар. Келесі 3-ші тапсырма. Put her or his. Біз екі сурет берілген. Мынау қыздың заты, мынау ұлдың заты екенде, соны оның деп айтуымыз керек. Мысалы, бірінші сөйлемде this is hat. Шляпа мына жерде тұр. Шляпа ұлда, сондықтан біз мына жерге оның деу үшін his жазамыз. Келесі екінші суретте бізде кітап тұр. Кітап тағы да ұлдікі. This is his book деп жазамыз. Осылайша басқа мысалдардың барлығын суреттерден қарап, осылайша her немесе his-ді қойып шығасыздар. 4-ші тапсырмада дәл соған ұқсайды, тек мына жерде his, her, my және your-ны қоюымыз керек. Мысалы, Sam ұлдың заттары his, қыздың заттары Nina, his-дің заттары her, мынау менің заттарым, оған my деп айтамыз. Сенікі болғандықтан сенің заттарыңа your дейміз. Осы суреттерді оқып, мысалы, that is, мысалы, робот кімде тұр? Робот Sam'да тұр, оныкі деп айтамыз his. That is his robot. Келесі, lamp дейді. Lamp міне Нинада тұр, лампа. That is, оныкі деп айтамыз her lamp. Осылайша барлық тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі тапсырмамыз аяқталды. Видео сабақтың астындағы тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Барлығыңызға сәттілік. See you next lesson. Goodbye.